Ассалаумағалейкум, пайдалы ақпараттар арнасының көрермендері, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін жылқы еті мен сиыр етін салыстырып, қайсысы адам ағзасына пайдалы, ал қайсысы зиян екенін айтатын боламын. Видеоны соңына дейін көріп, ой-пікірлеріңізді жазып кетіңіз. Ендеше біз бастайық. Ерте заманнан бері ата-бабамыз жылқы малын қастерлеп, қолға үйретіп, бағып-қағып өсірген. Жылқыны тұрмыстық қажеттілікке және талай көтерілістерде жауға қарсы шығуға мінген. Көшпелі қазақтардың көшіп-қонуына түйе малымен қатар жүк тиеу үшін пайдаланған. Сонымен қатар қазақ халқының ұлттық ойындарындағы бәйге, көкпар, қыз қуу сияқты ойындарында жылқымен шапқан. Жылқы малының етін, сүтін тағам ретінде пайдаланған. Бұл өнімдердің денсаулыққа әсерін сол ата-бабаларымыз жақсы білген. Себебі үнемі жылқы етін жеп, сүтін ішкен қазақтардан денсаулықтары мықты болып, алып батырлар туған. Олар елін, жерін қорғап жүргенде де осы өнімдерді пайдаланған. Қазақ халқы төрт түліктің төресі деп төбесіне көтеретін жылқының қасиетін тауысып айту мүмкін емес. Қазірде қазақ қана емес, көп ауруға ем саналатын жылқы етін дамыған Еуропа елдері мойындап отыр. Шетелдік зерттеуші дәрігерлер еттің ішіндегі ең пайдалысы жылқының еті екендігін, жылқы майының адам организмінде ешқашан тұнбаға түспейтіндігін зерттеп білді. Олар жылқы етінің 17 түрлі ауруға ем болатындығын мойындады. Жылқы етінің ең басты қасиеті жүрек, қан тамыр ауруларына, бүйрек жұмысын жақсартуға, буын сүйектерінің сырқырауына, ішкі ағзаның дұрыс жұмыс жасауына тигізер әсері мол. Ағза жасушаларын жаңартып отыратын қасиеті де дәлелденген. Ал бұл қартаймаудың басты қағидасы. Сонымен қатар жылқының жүрегін жеу ми қызметін жақсартады. Мидағы миллиондаған жасушаларды жаңартып, есте сақтау қабілетіне жауап беретін талшықтарға көмек береді. Мамандардың айтуынша жылқы етін тұрақты жеу мидың ұзақ уақыт қызмет көрсетуіне септігін тигізеді. Ол үшін жылқы жүрегін пісіріп не қуырып жеу керек. Ал қақталған сүр ет бүйрек жұмысына пайдалы. Түрленген етті әбден пісіріп, сүтпен бірге қабылдау бүйрек пен несеп жолдарына оң әсерін тигізеді. Жылқы етінде негізінен минералды заттар, оның ішінде темір көп. Әсіресе жылқы бауыры темірге, А1, В2, В12 дәрумендеріне бай. Мамандар жылқы етін мұздатқышқа сақтағаннан гөрі оны сүрлеп сақтаған әлдеқайда пайдалы екенін айтты. Ең сіңімді, жеңіл және дәрумендерге бай ол жылқы еті. Одан соң сиыр еті, содан кейін қой еті екен. Жылқы етінде шеміршек аз, арасында май жиналмайды. Жылқы малы жасына қарай семіреді. Жасы үлкейген сайын етінің майлылығы да арта түседі. Жылқының еті эритроциттерге бай, сондықтан оның құрамында гемоглобин ақуызы молынан бар. Маманның сөзінше жылқы еті қаны аз, әлсіз адамдарға өте пайдалы. Жылқы еті асқазанға түскен кезден бастап 3 сағаттың ішінде түгелдей қорытылады екен. Жылқы майының құрамында өте құнды қанықпаған май қышқылдары бар, сондықтан қатпайды, тез ериді. Құрамы жағынан сапалы, емдік өсімдік майларына жақын. Ал қанықпаған май қышқылдары адам ағзасындағы холестеринді ерітіп, қан тамырларды тазартады. Халық емінде жылқы майы өт жолдарын тазартуға, буын сүйек ауруларын емдегенде қолданылады. Жалпы жылқы майының емдік қасиеті соңғы кезде медицинада үлкен қызығушылық танытып жатыр. Ал сиыр етіне келетін болсақ, ол жылқы етіне қарағанда ұзақ қорытылады. Сиыр етінің майында қаныққан май қышқылдары көп. Майы қатып тұрады және ағзаға түскенде қайта холестериннің үлесін артуына себеп болады. Сиыр етінде гемоглобин, ақуыз, дәрумендер жылқы етіне қарағанда әлдеқайда аз. Жалпы жануар еті мен майы ағзамызға өте пайдалы. Ақуыз нағыз қажет энергия, күш береді, иммунитетті көтереді. Ақуыз жасушалардың құраушы негізі. Жануар майы ағзамызға тоқтық сезім береді. Медициналық тілмен айтқанда инсулинге төзімділік болмайды. Қант диабетінің қалыптасуын болдырмайды. Гастроэнтеролог ең зиян ет түрі қайсысы екенін айтты. Осы жануарлар етінің ішінде зияны ол сиыр еті. Себебі ол жерде ағзамызға зиян холестериннің мөлшері көп. Зиян холестерин ағзамызға жүрек қан тамыр жүйесінің ауруына, қан қысымы, семіздік ауруларын қалыптастырады. Гастроэнтеролог маманы етті күнде жеу зиян екенін атап өтті. Етті күнделікті жеу әсіресе ішектерімізге зиян. Себебі ішектің қызметі
моторикасы нашарлайды. Ол тоқ ішектің қатерлі ісік ауруының қалыптасуына әкеледі. Етті аптасына 2 рет қана қолданған дұрыс, себебі ет тоқ ішекке ауырлық түсіреді дейді мамандар. Сонымен қатар гастроэнтеролог маманы сорпаның пайдасы туралы айтты. Сорпаның емдік қасиеті өте жоғары. Әсіресе жілік сорпасы біздің ағзамызға қажет нағыз коллаген, хондроитин, сульфат және көптеген минерал бар. Ол бізде буын ауруларына өте, ағзаға сүйектің құрамына қажет дәрумен мен минералға бай. Дұрыс тамақтануды, ақуыз, жануар майы, сорпа, жасұнық, көкөністерді көбірек пайдалануды қолға алып, ағзамызға қажет тамақты талдап жеуді күнделікті әдетке айналдырған дұрыс. Міне достар, бүгінгі видеомыз өз мәресіне жетті. Осы видеода сиыр еті адам ағзасына зиян екенін, ал жылқы еті және жылқының майы адам ағзасына өте пайдалы екенін білдіңіздер. Видео ұнаса лайк басып, арнама тіркеліп, келесі видеоны бірінші болып көргіңіз келсе, қоңыраушаны басып қойыңыз. Келесі кездескенше сау болыңыздар.